Баршаңызға сәлем. Арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Дина. Бүгінгі видео рецепте медовая горка немесе чак-чак деп аталатын тәттінің түрін жасаймыз. Арнамда тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк, комментарийлерді қалдырып кетуге ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, шым-шым тұз және ұн қосып, шағын қамыр елейміз. Осындай қамыр шығады. Оны мен 4 бөлікке бөліп алдым. Және осы 4 бөлікті оқтаумен жұқалап жайып аламыз. Барлық бөлінген қамырларымызды осылай жайып аламыз да, оларды кесіп аламыз. Пішінін қалауымыз бойынша кесуге болады. Ұсақтап кессеңіздер болады. Мен осылай ірілеп кесіп алдым. Енді осыны сұйық майды қыздырып алып, осылай қуырып аламыз. Қызарғанша қуырып аламыз. Енді осы қуырылған бауырсақтарымызды бірлестіру үшін бізге шіре қажет болады. Ол үшін бізге 3 ас қасық бал және 100 граммдай қант қосып, осылай ерігенше қуырып аламыз. Сиропымыз дайын. Осындай ыстық күйінде бауырсақтарымыздың үстіне құямыз да жақсылап араластырамыз. Араластырғанда абайлаңыздар, сиропымыз өте ыстық, қолды күйдіруі де мүмкін. Араластырып болған соң, тегіс ыдысқа аударып аламыз да, пішінін бәрін бір ортаға жинақтаймыз. Осындай медовая горка немесе халықта чак-чак деп атайтын тәттіміздің түрі дайын болды. Рецепт өте оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Каналымда алғаш рет болсаңыз, жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Дина. Келесі видео рецептерде кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.